Қадірменді тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы біздің сұрақтарымызға жауап беретін тіл маманы Анар Мұратқызы. Анар ханым, енді қазақ интонациясына кері әсер ететін интерференциялық құбылыстар жайлы айтсақ. Осы интерференция дегенді біз өткен бағдарламада да көп айттық, Самат. Интерференция дегеннің мағынасы ғылым тіліндегі бір тілдегі құбылыстарды келесі тілге барғанда қоса алып жүру ғой. Жалпы сіз бір тілден екінші тілге көшкенде бірінші тіліңіздің бүкіл құралдарын тастап кетуіңіз керек. Екінші тілдің өз құралдары, өз тәсілдері, өз амалдары бар. Бірақ осыған қарамастан бұл құбылыс табиғи құбылыс болады. Өйткені біз тастап кету керек деп айтқанмен тіл үйренуші бірден негізгі тіліндегі үйренген дағдыларынан, білімдерінен айырылмайды. Бірден айырылып қалмайды. Сондықтан да бұл заңды құбылыс. Дегенмен уақыт өте келе осы дағдылардан кәдімгідей адам өзін саналы түрде қадағалау арқылы айырылуға, құтылуға құтылу керек. Сонда ғана ол екінші тілді өзінің деңгейінде үйреніп алады. Интонацияға қатысты да осындай бір құбылыстар қазіргі қазақ тілді ортада естіліп қалып жатқаны кішкене көңілге батады. Ал тілді жаңа үйреніп жүрген басқа тілді азаматтардың тілінен бұндай құбылысқа қатысты мысалдар көріп жатсаңыз, әрине, онда оған ескертпе айтудың қажеті жоқ, керісінше оны қолдап жіберу керек. Тіл үйренушілер үшін ол өте маңызды. Ортадан қолдау көрген өте маңызды. Өйткені психологиялық барьерді жеңуге бұндай қолдаулар көмектеседі. Енді қазір біз бәрібірде осы интерференция туралы айтқанда сондай мысалдар келтіреміз. Көбіне бұл интерференция құбылысын өзге тілде сөйлеп, өзге тілдің интонациясына үйреніп қалып, қазақ тілінде кеп сөйлеп тұрған адамдардың тілдерінен ғана көреміз. Мысалы, өзіміз осы алдыңғы бағдарламада айттық, қазақ тілінің сөйлеу құрылысына қайшы орыс тілінің құрылысымен сөйлем құратындар бар. Мысалы, Самат айтады, бүгін туған күнім деп десе, онда осы конструкция орыс тілінің конструкциясымен құрылғандықтан енді интонациясы да орысша болады. Самат айтады, бүгін туған күнім деп дегенде сөйлем қазақ сөйлеміндегідей аяқталып барып бірден бәсең деп ақырындап барып аяқталмайды. Деп дегенде ол көтеріліп барып әуен төмен қарай түседі, көтеріліп барып түседі. Бірақ бұл қазақ сөйлемінің интонациясына жат. Қазақтың сөйлемінде енді нормалық жағдайда сөйлемнің соңында интонация бірте бәсеңдеп барып тыну керек. Егер осы сөйлемді қазақша құрсақ, Самат бүгін туған күнім деп айтады десек, көрдіңіз бе, сөздің соңында айтады дегенде әуен күрт көтеріліп барып түспейді. Міне, бәсеңдеп бір сарынмен барып түседі. Міне осындай интерференциялық құбылыстар болады. Осыған қатысты тағы да бір мысал келтіруге болады. Ол орыс тілінің көп мысал келтіретініміз, себебі бізбен кеңістікте көп таралған тіл, сондықтан оның әсері бірінші кезекте байқалады біздің тілде. Мына орыс тілінің екпінінің әсерімен сөйлеу. Енді бізде бір есімде бар, сабақта отырғанда орыс группасында оқитын қызымыз келді қазақ тілі сабағына. Біз орыс тобында оқитын қыз қазақ тілі сабағына келді. Біз ол кезде ағайымыздың сабақ беру әдістемесін үйреніп сабаққа қатысып отырғанбыз. Сонда ана қыз кіріп келді де ағай сұрады, Назира, сен қайда жүрсің деп. Сонда Назира деді, ағай, мен ауырамын деді. Ауырсаң барда демал. Мен ауырамын деген сөзі бір түрлі я болею деген сөздің тура көшірмесі болып естілді де орыстың сөйлемінің. Я заболела деген. Ағай, мен ауырамын деді. Сонда ол мен ауырып қалдым деген конструкция сөздің соңына қарай интонациясы бәсеңдейді ғой. Ал орыс тілінің екпіні болғандықтан сөздің соңындағы екпін қай жерде тұрса, сол жерде әуен көтеріліп барып түседі. Тура осы конструкциямен қазақтың сөйлемінің интонациясын айтып тұр ол қыз, жаңағы Назира қызымыз. Не осындай құбылыстар болады. Бұны не үшін айтып отырмыз? Бұны қазақ ауызша сөзін үйренген кезде мынау интонацияға да мән беру керектігін түсіну үшін айтып отырмыз. Түсінікті. Көп рахмет.
Вики білім қоғамдық қоры, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.